Мынау тәңіршілдік деген адам баласы өзі үрдісінде бірте-бірте бір құдайлыққа келді ғой. Мысалы Мұхаммед пайғамбарға дейін арабтарда жаңағы түйе құдайы, ешкі құдайы, ешкінің сүтінің құдайы, түйенің сүтінің құдайы, түйенің сідігінің құдайы, ана шөптің әр жерде бір өсетін, мына шөптің құдайы, құрманың құдайы, судың құдайы, жаңа солай болып кеткен ғой. Соның бәрін бірденділікке келтірді ғой Мұхаммед пайғамбар. Тарихын зерттеген адам болса білетін. Сол сияқты басқа да халықтарда солай бірте-бірте дамуда. Мысалы орыстарда мына осы христианствоға келгенше көп многобожие дейді ғой, көп діндер болды. Ең үлкен діні құдайы олардың бог Перун деген болды. Оның Стрибог дегені болды. Тағы да үшіншісі бір үш атақты құдайы бар. Одан кейін майда шүйде құдайлар болатын, содан христианствоға келді. Содан кейін мына буддизмге келген халықтар да сондай болды ғой. Оның аяғында сол бір буддаға келді. Ал енді мынау осы жаңа бір құдайлық түсінік, таным, единобожие дейді. Оған ең бірінші келген ел осы қазақ болды. Өйткені қазақты келуге тиісті еді. Өйткені ғасырлар бойы ана мәдениетті де, мына мәдениетті көріп, отырықшы Қытай жағындағы Азияның отырықшы елдері мен Европаның отырықшы елдерінің ортасында тұрған бір алтын көпір еді ғой бұл көшпенділер. Иә, барып қырып та кетіп жатты, бағындырып та алды, олардың ішіне кіріп ассимилировать етіп те кетті. Мысалы Бұлғар хандығы кешегі күні бүгінгі күні Болгария деген атқа этноним берді де өздері жоқ болып кетті, ассимилировать. Сол сияқты албандардың билеушілері Албания деген, Албаниямен осы албан руының тікелей қатысы бар. Тікелей қатысы бар. Сол сияқты ассимилировать етіп кетіп жатты. Сол екі ортада осы дала отырықшылық, егіншілікке аса көп жарамайтын, бірақ мал шаруашылығына аса ыңғайлы жерде тұрғаннан кейін біз сол алтын көпір болдық. Сол ана мәдениетті, мына мәдениетті көріп жүрген ел бір құдайлық деңгейге жету керек еді. Мына Иран жағында зороастризмға жетті исламның алдында, бірақ ізінше тұншықтырылып алды. Біздікі соған ұқсас. Екеуі теке-тіресте болған екі ел ғой. Туран әлемі, Иран әлемі, осы Фарс әлемі отырықшы, одан кейін көшпелі мал шаруашылықты Туран әлемі біз, яғни. Сол біз бір құдайлыққа келдік. Тәңір дегеніміз мынау көк аспан, шетсіз, шексіз амыр, көк тәңір дейтін. Сондықтан бізде көк сөздің қолдануы құдаймен тең, ой көк соққан, ой көк атқан деп жаңа сөйлейтініміз сол көк аспанмен тектес, көк деген құдаймен іспеттес, құдайдың екінші бір аты сияқты бұл. Көк аспан шексіз әлем, космос. Мұның шексіз екенін бүгінгі ғылымнан біліп отырмыз ғой. Енді сол аспандағы ең үлкен нәрсе не біздің галактикамызда? Күн ғой, мысалы. Күн мен жерді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, жердегі мысалы бір осы арқаның кішкентай өзенінің жағасында жатқан бір қиыршық құмда, ал күндегі бүкіл Қазақстан территориясы деуге болады. Соның үлкен тартылыс күші сол жерді айландырып тұр, айналасында бізден де басқа планеталарды айландырып тұр. Сол біз күнді айналып жүрміз. Сондықтан қазақ ертеректен білген күн мен түннің 22 наурызда теңесетіні, екінші рет 22 қыркүйекте теңесетіні. Ал енді бүгінгі күні пітір садақа деген оның бәрі де ислам сол бізден де алған. Мысалы атам айтып отырады, пітір беру деген 22 қыркүйекте емес пе? Бұл кезде қарасаң шынымен 22 қыркүйек әлі жақсы күндер, оның алдында бірақ қазан тұр, жаңбырлы суықты. Одан кейін қараша келеді, суық, қара суық желдерімен. Одан кейін желтоқсан, қысатын қыстың айлары келеді. Соның алдында бір мүгедекке пітір беретін кезде жаңағы жоқ жітікке, жаңағы кемтар адамдарға, мысалы жаңағы біреу панша торымын, біреу тоқтысын, біреу ешкісін, біреу алашасын, біреу кигізін апарып қыстың сұрапыл айларынан шығуына жақсы көмектеседі. Ал енді наурызда күн мен түн теңескен кезде сол наурызда жаңағы ой осыдан кейін жарықтық жеңеді, күн ұзарады, шөп шығады, бал төлдейді, экономика өседі, содан кейін жақсы шуақты жаздың жадыраған күндері келеді деп соған қуанып жаңағы тойлап отырған болады. Бұның бәрі де сол тәңірлік дін дейміз бүгінгі күні, айланып келген кезде бұл қазақтың салт дәстүрі. Содан кейін мінекей тәңірің көк аспан болса күнге табынып, күннің келбетін келтіріп, әлі күнге дейін біз шелпек пісіреміз. Оны киелі, қастерлі санаймыз. Шелпекті қарада, күнді қара, сол күннің келбетін келтіріп пісіріп, соны жейміз ғой. Сол күнге қарап табынамыз. Ерте тұрған жігіттің ырысы артық, ерте тұрған келіннің бірісі артық деп. Күнмен жарыспа деп кешке жақын күн батып бара жатқан кезде шуақты сәуле дейді, сол сәттерде, сол кездерде жұмыс істеме дейді. Шынымен бүгінгі күні медицина, ғылым дамыған, көз ашық ғылым бүгінгі күні дәлелдеп жатыр. Сол күн батып бара жатқан кездегі сәттері, жаңағы косые лучи дейді орысша тілмен, сол адамның ағзасына, денсаулығына, тұла бойына жақсы әсер ететін. Оның таңғы шапағы қазақтың айтып жүрген адамға күш қуат беретін, күні бойы
беретін денсаулығында жақсы болатын сол. Одан кейін мұның бәрі де сол тәңірліктің, яғни қазақтың салт дәстүрі. Одан кейін мысалы ай көрдім, аман көрдім, осындай бір жақсы заман көрдім деп айға да бата беріп ататын. Ай деген жаңағы біз күнде 365 күнде айналсақ, арабтар әлі күнге дейін білмей келе жатыр. Мысалы 355 күн баяғы болуына келгендермен, сондықтан 10 күнге жыл сайын жаңағы оразада садақа беретін күнді айты да шегеріліп отыратын, артқа қарай шегінетті отыратын. Жаңағы адам өлгеннен кейін жаңа 100 жасаса, жаңағы енді 33 жылда 1 жыл қосылады екен, соны мен 99-ға келген адамға 3 жыл қосып беріп ататын, қосқанмен не пайда бар? Адам баласы ең бірінші білген кезде сол біз білдік. Біз сол бір идея божияға келдік. Ал айланып келген кезде сол Берке ханның заманында мына Жошы ханның баласы Бату хан осы мына Алтын Орда тарихын негізін қалаған. Бату ханнан кейін оның кіші інісі Берке хан билікке келді. Берке ханның заманында мына Шыңғыс ханның немерелері 4 ұлысы бір-бірімен соғысып кетті айланып келген кезде. Содан жаңа құлағу мына Иран жағының, мына Кавказ жағы мен Каспийдің арғы беті мен батыс жағы мен сол жағында текетіреске түсіп, мына Дербент арқылы бүгінгі Дагестан дейді ғой, сол жерде текетіреске түсіп, жаңа құлағу мен Беркелер соғысып кетті. Соғысқан адам одақ іздейді өзіне, қолдаушы іздейді. Соның жаңағы құлағуды тоқтата білген, ар жағында Мысыр елде, осы елден бір кездерде кеткен, құл болып кетіп, аяғында билікке жеткен, 2 ғасыр соның ұрпақтары билікті ұстап тұрған Бейбарыс тоқтатты ғой. Сол Бейбарыс тоқтатқаннан кейін сол Қара теңіз арқылы Қырым бәрі де біздің жерлер ғой, сол Алтын Орданың жері, сол Қырым арқылы жаңағы бүгінгі күні мына Босфор дейміз, солай қарай жаңағы жер орта теңізде Түнелге де барды деген сөз бар. Анық қанығын білмеймін Берке хан. Сол жақтан ислам идеясын алып келді. Гүлденген қалаларды бөлді. Бүгінгі күні мынау шығыс жақ жер орта теңізінің мына бүгінгі күні қырылысып атқан жерлер ғой, көріп отырсыздар ғой, Сирия жердегі Дамаскада Бейбарыстың бейіті жатыр. Сол жақтарды көрді, содан келіп те ислам дінін әкелді ғой. Ағасы салған Бату сарайды ойбай, мына жерде жаңағы бал тастар бар, жаңағы анау тас мүсіндер бар, ондай болмайды екен, исламда оны салуға болмайды деп, бұл жаңағы Берке сарай деген сарай салды, сөйтіп ислам дінін кіргізді. Бірақ ислам дінін кіргізіп жатып, жаңағындай бір әңгіме болды. Ислам дінін кіргізіп атқан кезде қайта жаңа салған сарайында, бұл тарихи деректерде, орыстың дерегінде де, басқа да деректерде де жазылып қалған, фарс деректерінде де бар. Мына фарс тілді азаматтар қазір алып келіп жатыр ғой бізге. Мынау Тегеранның несіндегі кітапханасында, оның Багдадтың кітапханасын біраз өртеніп кетті. Кейін кезде бару қиындап кетті. Әкеле бастаған сол жақта бізге байланысты деректерден бізге жеткен әңгіме бар. Сол Берке хан жаңағы қайта індет осындай шығып қалады екен, сол кезде жаңағы ордасымен далаға жайлауға үйін тігіп көшіп кетеді. Індет көбінесе жаңа базарда жүрген қалың ел жұрт төменгі қараша халыққа қатты тарайды ғой. Сол қараша халыққа тарайды, оның індет басылғаннан келеді, келесі жылы қайта шығып кетеді, қайта қашып кетеді. Сондай 1-2 рет қайталанғаннан кейін дүние жүзінің сол кездегі тәуіптерін, дәрігерлерін, емшілерін жинап алып, үлкен бір жиналыс өткізген, құрылтай өткізді. Мынау не сұмдық? Мынау ыңғайсыз жерге салдық па? Мүмкін әруақты жерге салдық па? Мүмкін бір биік жердің үстінде адам көп өлінген, жерленген жердің үстіне салып жібердік па? Мына қала неге болды? Мына қайта індет неге шыға береді депті. Сол кезде бір үлкен емші тәуіп айтқан екен, сіздің ислам кіргізгеніңіз дұрыс болды. Мына қол беріп амандасуды, бірақ адамға адам індет осыдан болады, соны тоқтатсаңыз, баяғы ата-бабамызға сай сол кеудеге қамшымызды қойып жаңағы амандасқанымыз дұрыс болады. Содан Берке хан үлкен указ шығарады. Исламды біз қабылдаймыз, бірақ исламның осындай қағидаларын қабылдамаймыз. Қол беріп амандаспаймыз, төс сүйістірмейміз. Төс сүйістіретін күндеріміз осы Наурыз келердің алдында, жаңа жыл келердің алдында сол көрісетін күніміз бар. 14-14-нен бері қарай мына батыс жақ сояққа қарай жақын ғой, сол елдің бойында, сол жақтың бәрі сақтап ұстап қалғанында, сондықтан да көрісу күні 14 март пен 22 наурыздың күнінің арасында қол беріп төс сүйістіріп амандасып отқан, қалған уақытта қол беріп амандаспаймыз деп. Қыздарымызды паранжа кигізбейміз. Біз әйел затын қатты сыйлаған елміз деп. Сонан кейін жаңағы жоқ-жітікке басқаға жесірімізді жылатпаймыз, жетімізді қаңғытпаймыз дегендей қағидаларын, дәстүр салттың бәрін сақтап қаламыз, бірақ исламды қабылдамаймыз. Айланып келген кезде менің ойымша біздің ата-бабамыз сол тәңірлік діні түсінігіне, ол тәңірлік дін деген түсіне үлкен бір кәрлен кесе болатын болса, тола тұрған ыдыс сусын ретінде
түсінікті анымды сөйтіп алайық баламалап. Соған бір-екі тамшысын, исламның жақсы тамшысын қабылдап алған. Айналып келген кезде Фатиха сүресін, Ықылас сүресін, Ясин сүресін ғана қабылдап алған болды. Содан кейін намазды, 5 мезгіл намазды оқу дегенде әңгімеде. Ретің келіп жатса оқы, ал тіршілік істеп жүрсің оқымай-ақ қой. Соның немесі. Мен мысалы атам қақпан салатын, аулайтын жаңағы арқардың артынан тауда жаяу жүгіріп келе жатып, қақпанға түскен арқардың артынан ол арқара дегенде жеткізбейді. Бірте-бірте үйренемін, шаршаймай тұрып уақытты жеткізе бастайды. Сол кезде жаман 16-мен бір атады, ол тиеді. Бірақ одан қайта үркіп қашып кетеді, одан қайтадан екінші рет жақындатады. Одан кейін ат қайда, арқар қайда, жаяу не қажет етеді. Сол көрді намаз уақыты сол қайдан төменге етекке түсіп, дәретін алып намазын оқып жатады. Атам кешке шейін намазын қазақ береді, бірақ қайтып келе жатқан кезде сол бір бөлек шыққан отау болса, аяғы ауыр болып жүрген бір келінді көріп қалса, көзі іштей не деді, оға келесі арқар түссе, Құдай қаласа осы үйге әкеліп берейінші. Сондағы арманы арқардай ұл тусын дейді, сол үйге апарып келеді. Үйде әжем отырады, әжемнің көзі көрмейтін 5 мезгіл намаз ол кісіге 20 сағат қанша болды деп сұрайды отырады, айтамыз, содан кейін дәретке алып шығамыз жетектеп енді балаларды. Содан кейін жаңағы дәретін алып келеді, жаңа қыздар апарады, әжем жаңа. Содан кейін намазын оқиды, жаңа таза киімін киеді, ана киімін ауыстырады, әйтеуір өз бөлмесінде өз қызығымен өзі. Ол кісіге дін үлкен ермек те болды бір жағынан. Сонда жаңағы атама келгенде ұрсады ғой, сен намазын қаза қылдың. Сонда айтады, ей Тәңір атқан соқыр оттама, менің иманым басқада, мен ана бір келін көріп аяғы ауыр екен, соған бүгін бір арқар түсіріп бердім. Мен ана таудың басында қалай енді тастай сап бәрін етеді, ата бабам сөйтеді, әкем марқұм да сөйтеді, ей Тәңір атқан оттамай отыр дейтін. Ал енді сол атамның буыны жалпы мен байқағаным, олар боқтап сөйлемейді ешқашан. Кейін біздің әкелеріміз мына орыспен былғанған, орыстың мәдениетімен боқтай бастады, біз тегі асырып жібердік. Атамдардың әрқайсысында біздің ауылда бір ақсақал болады, ол кісінің бар айтатын сөзі жолың болғыр болатын. Адам баласының атын атамайтын. Амандасып қалсаң, ой жолың болғыр, қалың қалай, ой жолың болғыр, әлгі жолың болғыр қайда деп, сонда түсінесің, әкең сұрап тұрған, атаң сұрап тұрған, әжең сұрап тұрған, қалай түсіндіретінін білмеймін, әйтеуір түсінесің. Менің атам жаңағы бірақ сөзі бар, ой Тәңір атқан деп қоятын бітті. Ұрысқанында Тәңір атқан, жақсы көргенде Тәңір атқан, жаңа еркелеткен кезде, ой Тәңірге атып кеткен баласы деп басынан сипап матап иіскеп, мен жекен қолым иісінің өзі бір қаралық қойдақ қойды, өзі түсінбейміз дейді. Басыңнан бір іс кетесің айтады. Ал енді біздің дәстүр солай енді негізі. Қайтеміз енді, көп сөйлеп кетеміз осындайда бір бәле енді бір жағынан. Жақсы, тағы да бір үзіп сөйлермін жігіттер, сендердің де пікірлерін тыңдай отырайын.